Достар, қайырлы күн. Бүгін екінші халықаралық форум негізінде түсіріп жатқан подкастымызды жалғастырамыз, және де қазір біздің студияда қонақта Дидар Мақсұтханұлы. Дидар Мақсұтханұлы, өзіңізді таныстырып өтіңізші, қайдан келіп отырсыз бізге? Оқу ағарту министрлігінің республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығында жұмыс жасаймын. Жақсы. Жалпы осындай министрлікке қарасты қосымша білім беру ұйымдарының маңыздылығы қандай қоғамда, білім саласында? Өйткені мысалы мектепте тек қана академиялық білімді береді, иә? Ал баланы тұлға ретінде ашатын, менің ойымша, осы қосымша білім беру ұйымдары. Осы тарапта бізге толығырақ айтып өтесіз бе? Сіздердің міндеттеріңіз қандай? Балалардың қабілетін ашу жолында қалай қызмет етіп келесіздер? Бізде мысалы музыка мектептері, өнер мектептері, көркем сурет мектептері жұмыс жасайды, және одан басқа техникалық бөлімдер бар, экологиялық бөлімдер бар. Сонда жаңағы ол орта мектептен ерекшеліктері, ол жерде өнерлі талантты балалар келіп қатысады ол жерде. Содан кейін баланың мысалы қазіргі тілмен айтқан кезде мидың екі жартысы бар ғой, полушария дейді. Мидың екі жағы да жақсы жұмыс жасау үшін музыкаға берген дұрыс. Өйткені оның оң жақ қолы да, сол жақ қолы да моторикасы дамиды. Музыкаға мән берілген кезде әнді жаттайды. Тілі шығады баланың. Бұрын мысалы бесік жырыменен тербетіп, ата-әжелеріміз бізді ертегіменен баурап өсірген. Сондықтан сол ертегілерді тыңдамағаннан кейін, өзіміздің ұлттық құндылығымызды дәріптемегеннен кейін, сондай жаңағындай балаларда көптеп дүниеге келіп жатқан сияқты. Ал егер бала мысалы музыкаға барған бала, кез келген мысалы мықты адамдардың барлығы әлем бойынша барлығы музыка мектебіне барған. Жаңағындай кез келген ортаға тез сіңісіп кетуге жол көрсетеді қосымша білім беру. Ол жерде баланың өзінің тұлғалығы дамиды. Әрбір баламенен жеке-жеке педагогтер жұмыс жасалады. Оның психологиясына қарай шығармалар береді. Мысалы, темпераментный жылдам балалар болатын болса, жаңағындай классикалық шығармалардан береді, шертпе күйлерден береді баланы ұстау үшін. Ол жерде мынандай нәрсе, кез келген интеллигенция барлығы музыкальный школа оқыған. Өйткені ол жерде мысалы үйірмелер бар. Сол үйірмеге барған бала ондай болмайды. Өйткені ол топтық жұмыс жасайды. Ол жерде топтық жұмыс жасайды. 10 бала, 15 бала барлығы бірігіп ойнағандықтан, ол топтық жұмыс командный болады ол жерде. Ал егер жаңағындай музыка мектебіне немесе өнер мектебіне барған бала, индивидуально сабақ алған бала, ол өзінің көзқарасы болады, өзінің жеке ойын нақты жеткізе алатын болады. Сондықтан бізде қазір көптеген жоғары жақта билікте отырған адамдардың барлығы енді өздерінің оқыған аспаптарын ойнай алады. Мысалы, Ғани Бектаевич оқу ағарту министрі, ол кісі домбырада жақсы ойнайды. Өйткені домбыра күні болған кезде оқушыларменен бірге домбыра тартып, күй тартқанын мен өзім көзіммен көргем. Мысалы, күйзеліске бір бейім балалар болады, иә, өзі сондай. Күйзеліске бейім балалар. Өздерімен өздері ортамен араласпайтын сондай балалар бар ма? Музыка оларды құтқарды деген. Иә, мен сізге мынандай мысал келтіріп бере аламын. Мысалы, бізде ұлттық оңалту орталығы деген бар балалардың, осы Астана қаласында. Сол жерде музыкотерапия деген бар. Ол жерде неше түрлі диагнозбенен балалар келеді. Сол балаларды музыка тыңдатып, аспапта ойнатып, ойын ретінде қызығушылықтарын арттырып, сонда баланы сабырға келтіреді. Ол жерде енді агрессивный да балалар болады. Мысалы, соларды жаңағындай музыка тыңдағаннан, жаңағы аспапта ойнап, көбінесе ол жерде ұрмалы соқпалы аспаптарменен үрлемелі аспаптар ойнатады. Жаңағы шекті басқа аспаптар кішкене жарақат қаупі бар болғандықтан ондай аспаптармен ойнатпайды. Сол жерде мен өзім жолдасым сол жерде жұмыс жасайды. Сол кезде қарап отырамыз, керемет
балаларға пайдасы өте көп. Ол жерде моторикадан бастап психологияға бірақ әсер етеді музыка деген. Мгм. Сол аспапта ойнайды, ол балалар сол жаңағы ән айтады, бір-біріменен топтасып айтады, жеке айтады. Мысалы олар бірін-бірі топпен айтқысы келмейтін де балалар болады. Соларды біріктіріп, топ қылып айттыртып, қызығушылықтарын арттырып, балалар бір-бірімен қарым-қатынаста болдыруға тырысады. Немесе жалғыз өзі жасық, бір өзі қалғанда қорқатын балалар болады. Оларды жеке айтқызып, сахнаға шығарып, қызығушылықтарын арттырып, сондай музыкотерапия деген ол негізі кәдімгідей ем ретінде де қолданады музыканы. Сіздерде музыкалық терапия бола ма негізі? Қосымша осы білім беру ұйым негізінде? Қосымша білім беруде мысалы жаңағы мүмкіндік шектеулі балалар, особенно қазір ерекше білімді қажет ететін балалар келеді. Ол балаларға да дәріс өтеді, сабақ өтеді. Жеке педагог те сабақ береді. Содан кейін сольфеджио, хор деген, музыкалық әдебиет деген топтық сабақтар бар. Сол жаңағы дарынды, талантты балаларменен бірге, сол балаларды бірге ойнатып, бірге әнін айтқызып, бірге үйретеді. Сол кезде ол балалар жаңағы өздерінің ерекше білімді қажет ететіндерін ұмытып, диагноздары да жақсарып, жақсы болып жазылып кететін де кездер болады.